Қалды көршілер Бескөпірде сатылатын 13,5-ға 13 деген үй бар. Мәнзілді бір түсіндіріп жіберсем, бұл мектеп. Мына жерде бақшасы бар. Бұл ауыл бұқаралар жиыны Бескөпірдің. Бұл тарапта магазин бар екен жақын, ар жақта медпункт, яғни барлық зат бір жерде жайласқан. Неке көріп тұрсыздар, мынау ауыл советі. Так, үйдің бағасын 250 миллион сом айтамыз. Келісім бар. Үйдің сатылуы мақсаты Қазақстанға көшіп барады екен. Сол үшін ішіндегі заттарымен біргелікте сіздерге сауғаға тастап кетіледі. Көріп тұрғансыздар, үйдің жағдайлары жақсы, тек фасадларын аз түсіп қалған екен. Суағар, астылар фундаменттері істелген, су сыртқа шығарылған, іште де бар. Үйдің так алды бетінен көрінісі көріп тұрғаныңыздай аз-маз егістік майданы бар. Сондай қоймақана складлары бар, арғы тарапта қоралары бар екен. Так, үйдің алдыңғы тараптан көрінісі көріп тұрғаныңыздай алдында навес бар, навесте тапшан. Ішке көрінісі мен сіздерді бір қатар таныстырып өтеміз. Іште қалатын затлар башылық. Үйде Wi-Fi, тоқ, газ, судан проблема жоқ дейді. Так, ішке кіреміз. Кіргенде осындай коридормен басланады. Бұл тарапта асхана, бір шеттен таныстырып кете береміз. Көріп тұрған затларыңыздың барлығы сіздерге сауғаға тастап кетіледі. Телевизор бар, вентилятор, холодильник, асхана үшін мебелер. Бұл тарапта отырып шайға түшу үшін оны тастап кетілген. Газ плита бар, витчиксі бар, бәрі сіздер үшін сауғаға. Төрде осындай монша үшін бір бөлме тастап кетілген. Көріп тұрғаныңыздай сулар ішке келіп тұрыпты. Wi-Fi бар үйде. Так, енді бұл тарапта сондай коридормен басланады. Айнаға қарап ішке кіріп кете бересіздер. Бірінші шеп қолда сондай спальный бір бөлме жайласқан. Көріп тұрғаныңыздай. Так, кейінгі бөлмеге өтеміз. Дуыры бөлмеде зал бар. Залда көріп тұрған барлық затларың сіздерге подайға тастап кетті. Люстралар, перделер, төсектер бар. Және осындай столлар. Жоғарыдағы нөмірлерге байланысып сөйлесіп көре бересіздер. Осы коридор арқылы және 3 бөлмеге кіреміз. Бұл тарапта және бір зал десек те болады. Люстралар, төсектер, перделер бәрі сіздерге сауғаға тастап кетіледі. Ажайып көріп тұрған затларыңыз. Бұл жақта бір жатақхана бөлмесі, спальный деп айтсақ та болады. Сондай бір бөлме көріп тұрған барлық затлары тастап кетіледі. Төсек, перде, люстралар. Ал бұл тарапта болса кішігірім ұсындай зат қою үшін бөлме бар екен. Жоғарыда көрсетілген номерлерге звоныға сөйлесіп көре бересіздер. Бағасын 250 миллион сом айтамыз. Ішіндегі затлармен біргелікте Бескөпіршілер осы видеоға бір лайк басып, үй іздеп жүргендерге жіберіп қоямыз. YouTube каналымызға да ағза болып қоя беріңіз. Сондай видеоларды тез-тезден салып барамыз.